Жол ережесі ойынын бүгін біз ана тілі сабағымен ұштастырдық. Бұл ойын балалар үшін өте қызықты әрі ерекше болды. Өйткені олар жолда көлікпен жүру арқылы берілген сөздерді оқи отырды. Егер сіздерде балаларыңызды дәл осылай қызықтырып оқытқыларыңыз келсе, осындай ойындарды пайдалансаңыздар болады. Қас, қол, ұл, ба, қампақа, бор, бұлақ, кел, шам, кеме. Дәл осы ойынды басқаша етіп түрлендіруге де болады. Көлікпен жүргізе отырып, дауыссыз дауысты дыбыстарды анықтауға, берілген сөздердегі буын санын анықтау, немесе әріп санын анықтау деген сияқты тапсырмаларды өзіңіздің сабағыңызға қарай түрлендіріп отырсаңыз да болады. Құрметті әріптестер, дәл осындай түрлі тәсілдерді алдағы уақытта біздің каналымыздан көргіңіз келсе, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар.